Барлығыңызға сәлем. Бүгін осындай дәмді болып шығатын пицца дайындаймыз. Ең алдымен бір стакан жылы суға тұз, қант, ашытқымызды қосып, жақсылап араластырамыз. 15 минутке қойып қоямыз. 15 минут соң дайын болған ашытқымызға ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Илеген қамырымызға 2 қасық сұйық майымызды құйып, қамырымыздың бетін жауып 40 минутке жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Қамырды 2-ге бөлеміз. 2 пицца жасаймын. Қамырымызды жақсылап жайып, үстіне майонез, кетчуп араластырып жағамыз. Пиццамыздың салмасына қалауларыңызша салуға болады. Мен қазір колбаса, қызанақ, қиярды және сыр қосамын. Барлығын салып, қызып тұрған пешке 20 минутқа 200 градусқа қойып пісірамын. Пиццамыз дайын болды. Өте керемет болды. Рецепт пайдалы болса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.